Басеке. Басеке, сіз түсінбей қалдыңыз негізі. Құдай білет дейін осы тұс бар ғой, маған бекерден бекер кірген жоқ. Менің атам мықты болыс болған ғой негізі. Мен басшылық жасау қанымда бар негізі. Қой. Иә, мен жай өзім әшейін оқымай қалғам ғой, дипломым жоқ та. Әйтпесе менің атам мықты кісі болған. Бәріміздің де атамыз мықты болған. Атам мықты болған деп жүре бермей, алдымен өзің қандайсың, сонымен мақтан. Баске, мыңдай бердіңізші. Жайша? Таңға шейін деп едім. Үйден ішіп келмейсің ғой, бәріміз үйден ішіп келеміз ғой. Енді үйде балалар ерте тұрып алады дегендей, қатын ананы айтып, мынаны айтып, горшокпен кішкентайды отырғызып қояды, састық дастарханның қасына. Түсінесіз ғой, Басекенді? Бағана президент болып гүлдендіріп жатыр еді ғой. Ол енді, Басеке, президент болсам енді ол бөлек әңгіме ғой. Сен онсыз да президентсің ғой. Қалай? Әр еркек өз отбасының президенті. Мысалы, сен өз үйіңнің президентісің. Әйелің қаржы және денсаулық министрі. Үлкен ұлың депутат. Басқа бала шағаң өзің сияқты қарапайым халық деп есепте. Сосын? Сен бір балаңның горшокта отырып сасытқан әңгіме қып, өз үйіңнің өзің безіп келіп отырсың. Енді ойлап қарашы, миллиондаған халықтың миллион ойы бар. Қаншама адам жүр қазір, араға ірткі салып бықсып. Соның бәрін көріп отырған президент қалай тамақ ішеді деп ойлайсың? Сен 5 бала шағаңмен бір әйелің дұрыстап басқара алмай отыр. Миллиондаған халықты қалай басқармақсың? Президент болсам үйтем дей бермей, сен әуелі бір қатының әйе болып, есік алдындағы қисық әжетханаңды түзелеп алып бірінші.